Мүмкін бұл видеодан кейін дүкен иелері маған ренжитін шығар, бірақ мен шыдай алмадым. Неге біз сол мен ұннан жасалатын қарапайым нәрсені сырттан сатып алуымыз керек? Бүгін мен лаваш пісірудің барлық стандартын бұздым. Қараңызшы, қандай жұқа, қандай иілгішті, ең қымбат мейрамхананың өзінде мұндайды таба алмайсыз. Ең алдымен ұнымызды, тұзымызды, 2 қасық майымызды, сосын қайнап тұрған ыстық суымызды құйып аламыз да, осылай қасықпен айналдырып суытып аламыз. Суығаннан кейін қолымызбен қаттылау қамыр илеп, бетін жауып тындыруға қойып қоямыз. 2-3 рет қайта илеп аласыздар да, осылай етіп бөліктерге бөліп аласыздар. Менде 12 бөлік шықты. Қамырымызды біреуден жаюға ерінен десеңіздер, осылай мен сияқты екеулеп жайып көріңіздер. Мүлде жабыспайды, ештеңе болмайды. Қараңыздар, қалай күшті болып тұр. Осылай мыжып көрсеңіздер де ештеңе болмайды. Жұмсақ болып, иілгіш болып тұр. Екіншісінде осылай мыжып көрдім, оғанда ештеңе болған жоқ. Көрдіңіздер ғой, қалай күшті, жұп-жұқа қамырым. Осылай алып, қызып тұрған тапаға салып алып айландырып тұрасыздар да, қатты қызартпай, осылай піскен кезде екінші шетін аударып осылай алып аласыздар. Алған кезде сразу бетіне жылылдай суды жағып шығасыздар. Көрдіңіздер ғой, күшті болып, әдемі болып піскен. Таңғы асқа, түрлі тамақтарға пайдалана берсеңіздер болады. Менің парақшам сіздер үшін пайдалы. Лайк басып тіркеліп алыңыздар.